Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін кәрістердің көксей тамағын дайындаймыз. Өте дәмді, жаздың ыстық күнінде таптырмас тағамдардың бірі болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, ұзынша етіп туралған тауық еттерімізді салып, қуырып аламыз. Мінекей осылай қуырылған тауық етіміздің үстіне тұзымызды, паприкамызды және соя соусын құйып, араластырып тұрып пісіреміз. Видеода түспеген және де пісіп болғаннан кейін, отты өшіргеннен кейін бір сарымсақ, үкіштен өткізілген бір сарымсақ салып жіберіп, қақпағын жауып қоямыз. Тауық еттері дайын болғасын, көксей мөри сусынын дайындаймыз, яғни сорпасын. Ыстық суымызға қант, тұз, соя соус, 9%, 2 ас қасық уксус, сіздер 70%-тан бір ас қасық құйсаңыздар болады. Қантымыз бен тұзымыз ерігенше араластырамыз. Ерігеннен кейін 2-8 фильтрден өткізілген қайнамаған салқын суға дайын соусты құямыз. Араластырамыз. Оның үстіне үкіштен өткізілген қияр, ұзынша етіп туралған помидор және укроп пен бір чеснок үкіштен өткізіп салып, араластырып дайындап қоямыз. Яғни біздің көксейіміздің сорпасы дайын. Сорпамыз дайын болғаннан кейін салаттарымызға кірісеміз. Капустамызды ұзынша және жіңішке етіп турап аламыз. Одан кейін қиярымызды жіңішке қылып, дөңгелек етіп тураймыз. Дәл видеодағыдай. Сіздер үкіштен өткізсеңіздер де болады. Дәл осындай қылып. Одан кейін тұзымыз салып, жақсылап қолымызбен сығып дайындап қоямыз. Суы шығу керек. Видеодағыдай жақсылап мұжып сығамыз. Салаттарымызды дайындап болғасын, жұмыртқадан блинчиктерімізге кірісеміз. 5 жұмыртқаға тұз бұрыш салып, араластырып, қызып тұрған майланған табада блинчик қылып, құйып, пісіріп аламыз. Өте оңай пісіріледі. Блинчигіміздің асты піскеннен кейін ауыстырамыз үстіне. Табамызға жабыспайды, оңай алынады. Мінекей осымен біздің блинчиктеріміз дайын болды. Блинчиктерімізден кейін спагеттиімізге кірісеміз. Қайнап тұрған суға біздің көксейдің өзінің спагеттиі болады, жұқа. Ал мен барлығымыздан табылатын сұлтанның спагеттиімен дайындадым. Жұқа. Қалыңын алып қоймаңыздар, жұқасымен 5 минут қайнатамыз. 5 минут қайнатқаннан кейін ситадан өткізіп, сүзгіден өткізіп, салқын сумен жуамыз. Міндетті түрде салқын сумен жуыңыздар. Себебі спагеттиіміздің пісу процесін тоқтатуымыз керек. Қиярымыздан осындай су шықты. Қиярдан да, капустадан да шығады. Оның үстіне суымызды төгіп тастағаннан кейін кориандр мен сушеный кинза, бір сарымсақтан саламыз, үкіштен өткізілген, және қызыл ащы бұрыш саламыз. Оны өздеріңіз дәміне қарай саласыздар. Ащы қылғыңыз келсе, ащылау қылып, ащы емес болса кішкентай салсаңыз болады. Барлығының үстіне ысы буы шыққан сұйық майымызды құямыз. Мінекей осылай майымызды құйып, қуырамыз. Дәмі шығу керек. Майымызды құйып болғаннан кейін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сонымен салаттарымыз дайын болады. Салаттарымыз дайын болғаннан кейін жаңағы жұмыртқадан блинчиктерімізден орап осындай рулет дайындап турап аламыз.
Мінекей, біздің көксимури сорпамыздың барлық тағамдары дайын. Спагеттиімізді салқын суға пісіріп алғаннан кейін дәл мен сияқты доскеге орап бөлек-бөлек жинап қойсаңыздар болады, яғни жабыспайды. Осылай спагеттиімізді саламыз, одан кейін тауық еттерімізді саламыз, салаттарымызды және блинчигімізді салып, үстіне сорпамызды құйып, салқындай ұсынамыз. Егер сіздер салқындай іше алмасаңыздар, сорпамызды ысытуға да болады. Бірақ жаздың ыстық күндерінде салқын сорпа өте дәмді болып келеді. Сорпамызды құйғаннан кейін үстіне қуырылған кунжут себеміз. Кунжуттың дәмімен тағы да өзгеше иіс те дәм беріп тұрады тамаққа. Осымен біздің кәрістің тағамы, көксей тағамымыз дайын, өте оңай жасалынады. Міндетті түрде жасаңыздар. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын, жақындарыңызды дәмді аспен қуанта беріңіз.